Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгінгі видеода біз қызылшаның алғашқы белгілері мен емі қандай және қызылшаны жұқтырып алсаңыз, оны қалай білуге болады жөнінде айтатын боламыз. Сондықтан қызықты ақпаратты жіберіп алмай видеоның соңына дейін көріңіздер. Қызылша кең таралған жіті инфекциялық ауру. Көбінесе балалар ауырады. Дене қызуының 38-40 градусқа дейін көтерілуі, мұрын, көз, тамақ қабыну, теріде бөртпе пайда болу белгілерімен сипатталады. Қызылша бүгінгі күні ең жұқпалы аурулардың бірі. Бұл инфекцияға шалдығу 100%. Ол дегеніміз, егер бұрын қызылшамен ауырмаған және егілмеген адам, қызылшамен ауырған адаммен қарым-қатынаста болса, ауру жұқтыру қаупі өте жоғары. Сол үшін де екпе мерзімін қатаң сақтау және инфекция ошағында эпидемияға қарсы шаралар жүргізу өте маңызды. Қызылшаның белгілері. Аурудың өрбу кезінде анықтау қиындық туғызбайды. Теріде қызылша бөртпелері шықпай тұрғанда, науқастың қызылшамен ауырған ортада болуы, тамағындағы қабыну, көздің қызаруы, ортта Бельский Филатов Коплик ақшыл бөртпелердің пайда болуы диагнозы растайды. Кейін теріде 3 күнде біртіндеп шыққан бөртпелер диагнозды толық дәлелдейді. Инкубациялық кезең жұқтырғаннан бастап алғашқы белгілері байқалғанша 7-ден 14 күнге дейін. Есте сақтау керек. Ауру бөртпе пайда болып басталмайды. Суық тию белгілері сияқты басталады. Дене қызуы 38-40 градусқа дейін көтерілу, әлсіздік, тәбет тартпау, құрғақ жөтел, мұрыннан су ағу. Соңынан конъюнктивит, көзі қызарып, қабыну пайда болады. Алғашқы белгілері байқалып шамамен 2-4 күннен кейін ауыз қуысында ақыл тістеріне қарсы ұсақ ақшылдау бөртпелер пайда болады. 3-5 күні бөртпелер айқын дақ түрінде қаптап көбейіп кетеді. Құлақтың түбінен маңдайдан бастап ары қарай бүкіл денесін жаулап кете бастайды. Ұсақ қызғылт дақтар үлкейіп бір-бірімен қосылып формасы өзгереді. Бөртпе пайда болып 2-3 күннен кейін дақтар өршіп тұрған кезде дене қызуы тағы да көтеріліп 40 градусқа дейін жетуі мүмкін. Бөртпе 4-7 күн тұрады. Олар жоғалған соң орнында қоңырлау дақтар қалады. 2 аптадан соң тері тазарады. Аурудың шығу себептері. Берілу жолы ауа тамшы арқылы. Вирус сөйлескенде, жөтелгенде, түшкіргенде ауру адамның сілекейінен сыртқы ортаға түседі. Инфекция көзі 4-ші күн бөртіп, ауырып жүрген адам 5-ші күннен бөртіп жүрген адамнан жұқпайды. Ауырып жазылған адамда өмір бойына иммунитет сақталады. Анасы қызылшамен ауырып қойған балада туғаннан 3 айға дейін шалдығу болмайды. Өйткені осы уақытта оның қанында сақтайтын анасының қарсы денелері сақталады. Қызылшамен ауырмаған және егілмеген адамда өмір бойы ауруға шалдығу қаупі кез келген жаста болады. Емделу жолдары. Жұқпаның жеңіл түрінде үй жағдайы қанағаттанарлық болғанда, яғни кішкентай нәресте балалардың болмаса, науқастар үйде емделеді. Ешкімге жұқпау үшін жұғу кезеңде төсекте жатады. Көзіне күн жарығы түспейтіндей жағдай керек. Тамағын шайқап, көзін тазалап, 2% сульфаций натрий сұйығын көзге 3-4 рет тамызады. Науқасқа мол құнарлы сұйықтар беріледі. Шағымына байланысты жазылғанша дәрігер бақылауы қажет. Үйде немен емделеміз? Бала төсекте жатуы керек. Сұйықты көп ішіп, құнарлы тамақ жегені жөн. Аспирин ішуге болмайды. Егер ол қою тамақты жей алмаса, сұйық сорпа беріңіз. Егер балаға емшек ему қиынға соқса, онда емшекті сауып, сүтті қасықпен ішкізіңіз. Көздің бүлінуін болдырмау үшін мүмкіндігінше А дәрумен беріңіз. Қызу көтерілгенде және бала тынышсызданғанда парацетамол беру қажет. Егер құлағы ауырса, антибиотиктер ішкізген жөн. Өкпесінің қабынғандығын, менингитті немесе құлақ пен асқазанның қатты ауырғандығын білдіретін белгілер байқалса, дәрігер шақырыңыз. Қызылшаның арнайы емдеу препараты жоқ. Науқасқа витаминдерге бай тағамдар, көкөністер, жемістер, шырындарды көп мөлшерде ішу қажет. Егер баланың іші өтсе, регидрационды су беріңіз. Асқыну көбінесе 5 жасқа дейінгі балаларда, немесе 20-дан асқан ересектерде болады. Кең таралған түбі құлақ ортасының қабынуы, отит, бронхопневмония, мойын лимфа түйіндерінің қабынуы, ларингит, энцефалит,
Өкінішке орай асқынулар болып тұрады, сондықтан да ауруды қатаң медициналық бақылау керек. Дәрігер пациентті күніне бірнеше рет қарау керек. Қызылшаға деген секем туа сала дереу дәрігерге қаралу қажет. Бұл тек қана диагноз қою мен емдеу үшін ғана емес, ауырған адамның ұжымында айналасында эпидемияға қарсы шаралар жүргізу үшін өте маңызды. Алдын алу. Қызылшаның алдын алуда тиімді де сенімді шаралардың бірі егілу. Қызылшадан егілу сақтану иммунитетін қалыптастырады. Бірінші екпе бала 1 жаста, екінші екпе бала 6 жаста болғанда жүргізіледі. Екпе 15 жыл бойы тұрақты, сақтау тиімділігін қамтамасыз етеді. Қызылша пайда болса, ауырған адам болған инфекция ошағында, ұжымда эпидемияға қарсы шаралар жүргізіледі. Инфекция ошағында күн сайын аурумен қарым-қатынаста болған адамдарды тексеріп, термометрия жүргізеді. Жұқтырған адамдар болса, дереу оқшаулайды. Қызылша қызамыққа және шошқа мойынға қарсы екпе бұл аурулардан сақтайды. Қызылшаға қарсы вакцинаны ойлап шығару бұл медицина ғылымының үлкен жеңісі. Құрметті достар, видео ұнаған болса лайк басып каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің оп-оңай болмаш әрекетіңіз бізді жаңа әрі пайдалы видео шығаруға шабыттандырады. Келесі кезекте қандай видео көргіңіз келетіні жөнінде комментарийге жаза кетіңіздер. Аман сау болыңыздар.